Ассалаумағалейкум құрметті достар. Адам организмі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз лавр жапырағының адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Лавр жапырағы көптеген тамақ түрлеріне айрықша дәм мен хош иіс беретін таптырмас дәмдеуіштердің бірі. Медицина өкілдері жүргізген зерттеулер нәтижесінде бұл өсімдіктің денсаулыққа берер пайдасы мен тигізетін залалдары анықталған. Оның пайдасының ең бастысы адамның иммунитетін көтеруінде. Ол әсіресе суық тиіп ауырған кезде өте пайдалы. Лаврдың құрамында ағзадағы зат алмасу қызметінің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті микроэлементтер мол. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтардан тазартатын қасиетке де ие. Кептірілген лавр жапырағының тұнбасын ішу бауырдағы тастың түсуіне ықпал етіп, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа тәбетін ашады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 10 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыздар. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Тері ауруымен сырқаттанғанда лавр тұнбасын ішу керек. Ал ревматизм мен буыны, белі ауыратындар осы тұнбаға сірке қышқылы мен бал қосып ішкені жақсы. Оны дайындау үшін 5 грамм лавр жапырағына, яғни 12-17 дана, 300 мл су құйып 5 минут қайнатады. Содан кейін оны термосқа құйып алып 4-5 сағат тұндырып қояды да сүзіп, күні бойы бір ас қасықтан ішеді. Келесі күні де тұнбаны осылайша дайындап, бір ас қасықтан ішу керек. Тұнбаны 3 күн қатарынан ішкеннен кейін 2 апта демалып, 8 күндік курсты қайтадан бастаған дұрыс. Майдаланған лавр жапырағының 2 ас қасығын 200 грамм қайнаған суда 2-3 сағат тұндырып, дайын тұнбаны құлаққа тамызса, ауырғанын басып, аққан сұйықтықты тоқтатады. Ал диабет ауруы кезінде 10 дана лавр жапырағын термосқа салып, 3 стақан қайнаған су құйып, 2-3 сағат тұндырып, суын сүзіп алып, ас ішерден 30 минут алдын ала күніне 3 мезгіл қабылдау керек. Осы процесті 2 апта бойы жүргізіп, 2 апта демалыстан кейін тағы да қайталау қажет. Алғашқы 2 апталықта ағзадағы көмірсулар айналымы едәуір жақсарып, қант мөлшері қалыпқа келеді. Гайморитпен ауырғанда мұрынға лавр жапырағынан алынған майдың бір тамшысын тамызса, тыныс алу жақсарады. Сондай-ақ 10 дана лавр жапырағын 1 литр суға салып, бір қалыпты отта 5 минут қайнатып, оттан алған соң, сол қайнатпаны буымен 5 минуттай тыныстауда гайморит кезінде жақсы көмектеседі. Лавр жапырағын іш өтіп ауырғанда ішті қатыру үшін де ішуге болады. Стоматит кезінде жас лавр жапырағын шайнау керек. Құрамында эфир майы мен хош иісті заттар мол болғандықтан лавр жапырағы туберкулездің де алдын алады екен. Сондай-ақ лаврды рак, псориаз, диабет секілді дерттерді емдеу үшін де пайдаланады. Ол үшін 10 дана жапырақты жарты литр қайнап тұрған суға салып, 2 сағат тұндырған соң сүзіп алып, тамақтанардан 20 минут бұрын ішу керек. Лавр жапырағы ағзада жиналған тұзды шығарады. Ол үшін 20-30 дана лавр жапырағына 2 стақан қайнаған су құйып 5 минут қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны термосқа сүзіп құйып 3-4 сағат тұндырыңыз.
Дайын болған қайнатпаны 12 сағат бойы ұрттап ішіп отыру керек. Бірақ бұл емді ішектерді тазартып барып жасаған дұрыс. Осы емнің әсерінен кіші дәретке жиі шыға бастасаңыз, онда сіздің бойыңыздағы тұздың шыға бастағаны. Емдік курсты жылына 1-2 рет қайталап тұруға болады. 30 дана лавр жапырағын майдалап ұнтақтаңыз да 10 ас қасық бал қосып, үстінен 1 литр су құйып, қоймалжың болғанша қайнатыңыз. Дайын болған тұнбаны сүзгіден өткізіп, жатар алдында жарты стақаннан ішсеңіз, бауырдың ісінгенін басады. Қайнатпаны тоңазытқышта сақтауға болады. 20 дана лавр жапырағын 3 литр қайнап тұрған суға салып, кішкене суытыңыз да аяғыңызды сол суға салып парлаңыз. Сонда аяқтағы тершеңдіктен арыласыз. Ал аяғыңыздың сіңірі тартылып маза бермесе, онда лавр жапырағын ұнтақтаңыз. Оның 50 грамына 250 мл тазаланбаған өсімдік майын қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны қараңғы жерде 2 аптаға қоясыз. Белгіленген күннен соң дайын болған қоспаны ауырсынған жерге жақсаңыз, көп уақыт өтпей-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Иммунитетіңіз өте төмендеп кетсе, лавр жапырағының қайнатпасын жасаңыз. 300 мл суды ыдысқа құйып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң 10-15 дана лавр жапырағын салып, тағы да 5 минут қайнатасыз. Сосын оттан алып, термосқа құйып қойыңыз. Шамамен 4 сағаттан соң дайын болған сусынды сүзіп алып, біраз қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді 1 ай бойы жүргізесіз. Лавр жапырағының зияны. Ал лавр жапырағының зиянды тұстарына келер болсақ, оның ең бірінші кері әсері аллергия тудыруға бейімділігінде. Сондықтан да аллергиясы бар адамдар оны емделу үшін немесе тағамға қосып пайдаланғанда абай болғаны жөн. Сондай-ақ емізулі аналар да лавр жапырағына үйір бола бермеген абзал. Ал жүктілік кезеңінде лавр жапырағын мүлде тұтынбаған дұрыс. Себебі ол жатырдың белсенділігін арттыратын қасиетке ие. Соның салдарынан жүктілік кезеңі уақытынан бұрын тоқтауы, яғни түсікке әкеп соқтыруы ықтимал. Бүйрек, бауыр мен жүрек ауруларына шалдыққанда да бұл өсімдік жапырағынан бас тартқан жөн. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де мақала танысу сипатына ие екендігін, кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Деніңіз сау болсын, келесі видеоларда кездескенше.